Сәлем достар, бүгін сіздермен асқабақпен және картоппен пирожки жасаймыз. Ең алдымен қамырынан бастаймыз. Ол үшін бізге ұн, ашытқы, жұмыртқа, тұз, сары май, қант, сүт керек болады. Ыдысқа жылы сүтті құйып, үстіне қант саламыз. Араластырып, үстіне құрғақ ашытқыны саламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Асқабақты турап, теркадан немесе блендерден өткізіп аламыз. Пиязды тураймыз. Оны сары майға немесе өсімдік майына қуырамыз. Үстіне асқабақты салып, араластырамыз. Дәміне қарай тұз салып, аздап су құйып, 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Сүт қосылған ашытқымыз көтерілді. Енді оның үстіне жұмыртқаны қосып араластырамыз. Сары майымызды қосамыз және тұзды қосып араластырамыз. Ұнды аз-аздап салып отырып, қасықпен араластырамыз. Кейін қолмен илеп аламыз. Қамырды жұмсақ етіп илеу керек. Міне, менде осындай қамыр болды. Енді осыны бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Бірінші салмасы асқабақпен болады, ол дайын болды. Енді екінші салмасын дайындаймыз. Қайнатылған 2 картопты блендермен немесе шаңышқымен езіп аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді оны 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін бір шетке алып қоямыз, ал екінші бөлігін илеп аламыз. Алты бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсысын ұнға аунатып, илейміз. Дөңгелек етіп жайып аламыз. Енді үстіне асқабақты салып шығамыз. Формасын мен 3 бұрышты етіп бүктедім. Өздеріңіздің қалауыңызша бүктесеңіздер болады. Формасын мен 3 бұрышты етіп алдым. Өздеріңіздің қалауыңызша жасасаңыздар да болады. Әрқайсысын ұнға аунатып, илеп аламыз. Бір-біреуден дөңгелетіп, жайып аламыз. Енді үстіне картопты салып шығамыз. Формасын өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыз болады. Мен мұнда бірінші 2-ге бүктеп алдым бәрін. Содан соң сопақ етіп формасын жасадым.
Противеньге пергамент қағазын төсеп, үстіне пирожкилерді қойып шығамыз. Жұмыртқаны араластырып, бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне кунжут себеміз. 180 градуста ысып тұрған пешке 30 минут пісіріп аламыз. Міне пирожкиіміз дайын болды. Осындай сары, жылтырап, әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назерке. Маған жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.